Биыл Қазақстанның қолданыстағы конституциясы қабылданғанына 30 жыл болады екен. Бұл туралы естіген шығарсыз. Осыған байланысты Қазақстан үкіметі арнайы шараларға, концерттерге, спорттық жарыстарға қаржы бөлді. Келіңіз бөлінген ақшаны бірге талдайық. Бастамас бұрын арнаға жазылып досыңызбен бөлісе салыңыз. Биыл ақпанда Қазақстан Республикасы премьер-министрі Конституцияның 30 жылдығына арналған ата заң тәуелсіздік тірегі ұлттық іс-шараларын жоспарын бекіту туралы арнайы қаулыға қол қойды. Бір қызығы, арнайы қаржыландыру көлемі деген баған болса да, онда жұмсалған шығындар жазылмаған. Енді негізгі тендерлерге тоқталайық. Астана қаласы әкімдігінің мәдени іс-шараларды өткізу дирекциясы Конституцияның 30 жылдығына орай өтетін әділет тірегі ата заң жобасына байланысты 8 тендер жариялаған. Жалпы сомасы 24 миллион теңге болатын тендерлерге қатысушылардың ұшып келу билеттері, қонақ үйі, концерттік техникалық жабдықтары, графикалық қызметі, конференция залдарды брондау және өзге де қызметтер кіреді екен. Сондай-ақ Астана қаласы әкімдігінің спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясы Конституция күніне арналған бірнеше спорттық жарысқа ақша бөлді. Веломарафон 4,9 миллион теңге, секіру жарысына 17,9 миллион теңге, жаппай жүгіру жарысына 13 миллион теңге, бәйгеге 29 миллион теңге жұмсалмақ. Аталған тендерлардың жеңімпазы Event Sport Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Аудандық әкімдер мен Астана қаласы әкімдігі басқармасының қызметкерлері арасында волейболдан, футболдан, шағын футболдан жарыстардың әрқайсына 10,7 миллион теңге жұмсалмақ. Сонда жалпы 74,8 миллион теңге бөлінген екен. Өзге өңірлерде қалай тойланады, оны да қарап көрейік. Мәселен, Ақмола облысының ішкі саясат басқармасы мерекелік іс-шараға 2,6 миллион теңге бөлген болса, Атырау облысы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 6,9 миллион теңгелік тендер жариялады. Қызылорда облысының полиция департаменті 1,1 миллион теңге қарастырған. Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы Айбары Асқақ ата заң мәдени көпшілік шара ұйымдастырып өткізу қызметіне 5,3 миллион теңге бөлді. Жамбыл облысы әкімдігінің аппарат және қоғамдық даму басқармасы мерекеге байланысты пиар шара ұйымдастыруға 3,5 миллион теңге қарастырса, Ақтөбе облысының ішкі саясат бөлімі туристік слетін ұйымдастыруға 2,2 миллион теңге жұмсайды екен. Осыдан 5 жыл бұрын аталып өтілген Конституцияның 25 жылдығына орай, сол кезде де үкімет биылғыдай арнайы қаулы жариялаған. Қызығы, онда жұмсалатын шығындар көлемі көрсетілген. Құжатта 276 миллиард теңге қарастырылғанын байқаймыз. 10 жыл бұрын 2015 жылы Конституцияның 20 жылдығына да арнайы қаулы шығарылған еді. Ол кезде де бюджеті көрсетіліп, жалпы жоспарланған сома 997 миллион теңге болғаны. Сондай-ақ 15 жыл бұрын 2013 жылы Конституцияның 15 жылдығы аталып өтті. Сол кезде де арнайы үкімет қаулысы қабылданған. Ол құжатта көрсетілген сома 1,1 миллиард теңге. Тіпті 5 және 10 жылдығын атап өтуге де халықаралық ғылыми практикалық конференцияны өткізуге жұмсалған шығындар жазылған екен. 2000 жылы 11,5 миллион теңге кеткен болса, 2005 жылы шығын 2 есе өсіп, 21,5 миллион теңге бөлінген екен. Конституция қабылданған әр 5 жыл сайын тойланған шаралардың бюджеті осы күнге дейін көрсетіліп келсе де, биылғы жоспарда шығындар сомасы неге жазылмаған түсініксіз. Фактчек KZ үкіметке осы туралы арнайы журналистік сауал жолдады. Жауабы сайтқа шығатын болады. Материалдың сілтемесін сіз үшін төменге қалдырып кеттім.